Саламатсыздар ма, баршаңызға қайырлы күн достар. 2024 жылдың тың жаңалықтарымен бөлісетін боламын. Жалақы көбейеді. Балабақша тәрбиешілерінің жалақысын 30%-ға көтеру үшін бюджетте 96 миллиард теңге қарастырылған. 616 жетекші қазақстандық ғалымдардың жалақысы көбейеді. Мемлекеттік табиғи және орман қорғау қызметкерлерінің қосымша ақы төлеуге 15 миллиард теңге қарастырылған. Су саласы қызметкерлерінің еңбекақысы орта есеппен 25%-ға ұлғаяды. Мемлекеттік бақ құралында жұмыс істейтін жалақысы 30%-ға көбейеді, яғни журналистердің жалақысы көбейеді. Бірыңғай уақыт белдеуі белгіленеді. 29 ақпаннан 1 наурызға қараған түні сағат 00:00-де уақыт 1 сағатқа артқа жылжиды. Еліміздің 15 өңірі жергілікті уақытты 1 сағатқа артқа жылжытады. Осылайша еліміз бірыңғай 5 уақыт белдеуіне көшеді. Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау, Батыс Қазақстан және Қызылорда облыстары үшін ештеңе өзгермейді. Келесі бізде сұйытылған мұнай газының автогаз. Сұйытылған мұнай газының бөлшек сауда бағасы литріне 5 теңгеге өседі. Астанада 76 теңге, Алматыда 81 теңге, Шымкентте 64 теңге, Алматы облысы, Солтүстік Қазақстан облысында 81 теңге, Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау облыстарында 54 теңге, Ақмола облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Қостанай, Қарағанды облысы 76 теңге, Жамбыл облысы 71 теңге, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Түркістан облыстары 64 теңге, Павлодар облысы 74 теңге, Абай, Жетісу, Ұлытау облыстары 76 теңгеге дейін өсетін болады. Ұлттық қор балаларға аталмыш жоба бойынша 1 қаңтардан бастап іске қосылады. Оның аясында ұлттық қордың инвестициялық жобасының, яғни 50% инвестициялық табыстың 50% 18 жасқа дейінгі барлық бала арасында бөлінетін болады. Бала қаражаты кәмелеттік жасқа толғаннан кейін білім алуға немесе баспана сатып алуға пайдалана алады. Әділет министрлігінің базасындағы дерек негізінде 2024 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 18-ге толмаған балалардың тізімі жасалады. 1 ақпанда осы есеп негізінде 18-ге толмаған балалардың бәріне бірдей мөлшерде ақша аударыла бастайды. Мораторий тоқтатылды. Шағын және микро бизнесті тексеруге арналған мораторий тоқтатылады. Сондай-ақ 2024 жылдан бастап бизнесті тексеруге адам қатыспайды. Өйткені елімізде тәуекелдерді басқару жүйесі автоматтандырылады. Нәтижесінде бизнесті жоспарлы тексеру 2 есе және айыппұлдар саны бірнеше есе азаяды деген. Ең төменгі жалақы көбейеді. 2024 жылы 1 қаңтардан бастап елімізде ең төменгі жалақы 70 мыңнан 85 мың теңгеге өседі. Нәтижесінде айлығы төмен 1,8 миллион адамның, оның ішінде бюджет саласында еңбек ететін 350 мың азаматтың табысы артады. Ең төменгі күнкөріс деңгейі 2024 жылы 43.407 теңге болмақ. Зейнетақы жасы бойынша және еңбек еткен жылдары үшін зейнетақы төлемдері 9%-ке өседі. Ал мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі 7%-ке көтеріледі. Мемлекеттік базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 28.215 теңге. Зейнетақының ең төменгі мөлшері 57.853 теңгені құрайды. 2024 жыл бюджеттен төленетін жиынтық зейнетақының орташа мөлшері бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры төлемдерін есептемегенде 130.414 теңгені құрайды. Биыл оның мөлшері 120.838 теңгені құрайтын болады. Аталмыш жобалар бойынша алдағы уақытта мемлекеттен берілетін қаржылай барлық сауаттылықтарыңызды арттыру үшін мен сіздерге ақпараттандыруды жалғастыратын боламын. Менің каналыма тіркеліп отырыңыздар, лайк басып қойыңыздар, қазақша контентті қолдап қойыңыздар. Баршаңызға сәттілік достар.